материалын немесе тақырыпты белгілі бір тапсырмалар берілу арқылы, яғни іс-әрекет жасау арқылы игерілетіні түсінікті. Жалпы оқушыларға ұсынылатын тапсырмалар, әдіс-тәсілдер қандай болу керек деген сұрақ барлығымызды алаңдататын түсінікті. Сол себепті сабаққа алынған әр тапсырма, әдіс-тәсіл болсын, барлығы да оқу мақсатын ашылуға бағытталуы тиіс. Өйткені оқу мақсаты арқылы сабақтың тапсырмалары, дескрипторлары анықталады. Мақсаты: мұғалім бұл тапсырманы не үшін беріп отырмын деген сұраққа жауап береді, немесе бұл тапсырманы не үшін бердім деген сұрақты топ ішінде талқылауды ұсынады. Мұғалім оның нәтижесі не болады деген сұрақты оқушыларға айтып, немесе талқылау ұйымдастырады. Барлық тапсырмалар оқу мақсатын ашуға, мақсатты жүзеге асыруға бағытталады. Деңгейі: тапсырма күрделілігі Блум таксономиясы, яғни ойлау деңгейлерін негізге алу шарт. Оқулықты қайталайтын тапсырма ұсынбай, оның ауқымынан шығып, материалды дамыту, тереңдету, немесе оның негізінде жаңа ақпарат, ұғым құрастыруды талап ететін тапсырма берген жөн. Сол сабақта іске асырылатын деңгейлердің барлығына жеке-жеке бағалау критерийлары және тапсырма мен дескрипторлар құрылады. Тапсырманы әр оқушыға дескрипторларға қарай отырып, өз деңгейінде орындайтын болады. Уақыт: тапсырманы орындау үшін берілетін уақытты нақты белгілеу керек. Жұмыстың аяқталу мерзімін тақтаға жазып қойған орынды. Дәл осы уақытта жұмыс тоқтатылып, қажет болса жиналып алынады. Орындалуы: мұғалім тапсырманы қалай орындау керектігін түсіндіреді, немесе тақтаға жазып қояды. Әр топқа, немесе әр оқушыға таратып беруге де болады. Тапсырма бойынша не жасау керектігін 1 минут уақыт беріп, топ ішінде талқылауға да болады. Бағалау: критерийлар мен дескрипторлар әр оқушыға немесе топқа таратылады. Интерактивті тақтаға шығарып қоюға да болады. Тапсырманы дұрыс түсінгендігін анықтау қажет. Қайта сұрау, қайталату, топта талқылау арқылы. Тапсырманы түсіну, оны табысты орындаудың 50% деп бекер айтпайтын болар. Жеке, жұп, топ құрамында орындау. Берілген тапсырманы топ, немесе жұп, жеке құрамында орындау қажет. Оқушылардың бұл жұмысты таңдап алған рөлдер ауқымында жүзеге асырғандығы дұрыс. Мұнда топтағы өзара позитивті тәуелділікті тудыру үшін әр топтың спикерін көрші топтың таңдаған орынды. Бұл спикерді топтың өзі тағайындаудан әлдеқайда тиімді болады. Өйткені топ мүшелері топ намысын бермеу үшін барлық оқушылардың талқылауға белсенді қатысып, спикер болатындай дәрежеге шығуға тырысады. Жариялау: оқушылар өз жұмыстарын сыныпқа таныстыру, қорғау үшін қанша уақыт берілгенін айту керек. 1, 2, 3 минут. Жариялау барысында ең маңызды сұрақ: бір топ қорғағанда қалған оқушылар не істеп отырады? Қалған оқушылар бекер отырмау үшін олар бір-біріне кері байланыс беруге дайындалып отырады. Ол үшін жариялаумен таныса отырып, тыңдап, қарап отырып, бір топ немесе бір оқушы сұрақтарға қоюға дайындалса, екінші топ немесе оқушы жұлдызшалар беруге, таныстырылымның ұтымды жақтарына тоқталуға, ал үшінші топ немесе оқушы таныстырылымды қалай жақсартуға болатындығы туралы ұсыныс жасауға болады. Егер төртінші топ болса, немесе төртінші оқушы, онда оларға таныстырылымды қорытындылау тапсырмасы беріледі. Яғни оқушылар мұның оларға жасаған әсері, көмегі, маңызы туралы өз ойларымен бөліседі. Осылайша оқушылар тек мұғалімге жауап бермей, өз таныстырылымдарын бүкіл сыныпқа бағыттайды. Қалған оқушыларды өздерінің жұмыстарымен әлек болмай, назарларын жарияланып жатқан жұмысқа немесе айтылып жатқан жауапқа аударады. Кері байланыс: жариялау немесе таныстырылым аяқталған соң, оқушылар оның сапасы туралы өз ойларын ортаға салып, жағымды жақтарына тоқталады және оны жақсарту туралы ұсыныстарын жасайды. Әрине, мұнда кері байланыстың сыншыл дос ұғым ауқымынан шықпаған дұрыс. Сонымен бірге кері байланыс жауап берген оқушыларға пайдалы болып, оларды ынталандыру және қанағаттандыру керек. Мұнда бұл оқушылардан кері байланысты қалай қабылдағандығы туралы сұраған орынды. Яғни кері байланысқа қайта кері байланыс жасату. Қорытындылау: тапсырма бойынша белсенді әрекеттер аяқталды. Енді оқушылар ой толғанысқа ден қойып, аз уақытта 1-2 минуттың ішінде топ ішінде немесе бүкіл сыныппен тапсырманың нәтижелерін талқылайды. Олар бұл талдауда тапсырманы қалай орындадық, жақсы жақтары мен кем тұстары қандай, неліктен олай болды, бұл тапсырма бізге не берді, оның нәтижелері қандай деген секілді сұрақтарға жауап беруге тырысу керек.
Кейде жалпылама тапсырма орындау барысында не үйрендік сұрағының орнына тапсырма орындау барысында үйренген екі нәрсені көрсетіңіз деген дұрыс болатын шығар. Жауапты 2-3-4 сөйлем арқылы тұжырымдаса қалай болады? Мұндай тапсырманы ерте берген орынды. Сонда бала сабақ сонда не үйренгенін 2-3-4 сөйлем төңірегінде қорытындылап береді. Сонымен қатар адамдармен қарым-қатынас тәсілдерін, түрлі әлеуметтік топтарда жұмыс жасау дағдыларын меңгереді. Осы іс-әрекеті рет-ретімен жасалған уақытта олардың коммуникативті, ақпаратты құзыреттіліктері жақсы дамиды деген ойдамын.